Темір қалдырған вакуфнама. Көне тарих беттерін парақтасақ, Әмір Темір тек кесене тұрғызып қана қоймай, арнайы қор құрып, түскен қаржыны тиімді пайдалануға қолхат заңнама берген. Онда кіріс көздері егжей-тегжейлі баяндалған. Бұл қолхатта әңгіме болатын бірінші қор Әзірет Сұлтан ғимаратына арналған. Ол заманда Оранғай елді мекені маңында Қожа Тумасы деп аталатын бұлақ пен үлкен жеміс бағы болған. Міне осы бақ пен бұлақтан бастау алатын Жіңішке арығының екі жағы түгелдей Ақжар жолынан өтіп барып, Әзіреті Құлил Хайыр атаға жеткенше Әзірет Сұлтан кесенесіне иелікке беріледі. Ақжар жолы қазіргі Қызыл Орда жолы, ал Әзіреті Құлил Хайыр кесенесі не мешіті ортақ елді мекенінде болған болуы керек. Себебі Жіңішке арығы да осы ортақ елді мекеніне жеткен соң ұсақ арықтарға бөлініп кеткен. Жіңішкенің екі бойына қоса бұл қорға Түркістанға тиесілі қанша арықтар болса да, әрбір арықтың екі қос жері суымен беріліп, түскен өнімнен Халим баба, яғни әлім ботқасы асы дайындалуы тиіс болды. Бұл арықтар былай аталатын: Қияшоқ, Бақ арық, Шат, Дарбаза, Ташанақ, Шаға, Қосқорған. Көріп отырғанымыздай соңғы үш арық бәрімізге таныс, және бұл арықтардың ізі әлі күнге сақталған. Бағарық немесе Баулық қазіргі әскери комиссариат орналасқан көше жақтан ағып келіп, шығыс моншасына жетпей, Тастаққа қосылатын арық болатын. Ол да басын Оранғай маңындағы бұлақтардан алған. Ол заманда бұлақтардың көптігі мен суының молдығынан диірмендер жүргізуге мүмкіндік болған. Ал қорды басқаруға қажы Қожа Ахмет Яссауидің туған бауыры Садыр ад-Дин Қожа Шайхтың ұрпағы Хасан Шайхтың баласы Мір Әлі Қожа Шайх Мұтауали болып тағайындалды. Бұл қызмет оның ұрпақтарына мұра болып қалуы тиіс еді. Мір Әлі бабаның Әзірет Сұлтан кесенесіне жерленгеніне күмәніміз болмауы керек сияқты, бұл кісінің ұрпақтары Мұтауали қызметін қоқандықтан келгенге дейін 1815-1820 жылдары атқарып келді. Арықтардың екінші бір тобы Ақмінгіз, Қаратас, Қарабұлақ, Сазат, яғни Сызат арығы болуы да мүмкін. Шорнақ арықтары және бұларға қоса Ақтөбе, Ұржардан бастау алатын Сығанақ, Сунақ арығы, Мес бұлағы мен Ақзілқиядан басталатын Көктас бұлағы екінші қорға беріледі. Екінші қорға қажы, яғни Қожа Мәлік иелік етуі тиіс болды. Ол Шорнақ ата деп аталып кеткен Дәруш Әлі Сығанақияның немересі болатын.